Өздеріңіз білесіздер, қазақтың көрнекті ақыны, публицист, қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынова. Бұл Фариза Оңғарсынова десе, біздің ең көзіміздің алдына Фариза деген кезде мұз үстінде, мен өзіме бейнесі Фариза Оңғарсынованың мұз үстінде қайсар қазақтың рухты қызының бейнесі келеді көз алдыма. Сол рухты керемет қыздарының бірі осы Фариза Оңғарсынованың кітаптары біздің кітапханамыздан қорынан көптеп табылады. Сол үшін қазіргі оқырмандарға мен Фариза Оңғарсынованың бірнеше кітаптарын алып келдік. Бізге келіп оқысаңыздар болады. Сол кітаптардың бірі мен бірегейі, мысалға Фариза Оңғарсынованың кітабы. Бұл кітапта Фариза Оңғарсынованың бүгінгі жас оқырмандарға, жас ақынның қарапайым тіршілік арасында қандай болғандығы, болмыс тіршілігі туралы айтылады. Бұл кітапта зиялы қауым өкілдерінің Фариза Оңғарсынова апамыздың қарапайым тіршілік ортасында қандай сан қырлы мінездері туралы айтып, осы кітапта өздеріне сипаттама береді Фариза апамызға. Мысалға айтатын болсақ, зиялы қауым өкілдері Әбіш Кекілбаев, Иманғали Тасмағамбетов, Әбілда Тәжібаев, Есенбай Бөкетаев, Мырзатай Жолдасбеков, Равил Шырдарбаев, Қуаныш Сұлтанов, осындай зиялы қауым қоғам қайраткерлері осы Фариза апамызға арнап, осы кітапты естелік ретінде құрастырған. Осы кітапты біздің кітапхана қорымыздан келіп алып оқысаңыздар болады. Фариза апамыз білесіздер, лирик ақын, өлеңді өте жырлаған кісі, қазақтың падишасы десек те болады, мұзбалағы десек те болады бұл кісіні. Бұл кісінің қазақ орында алатын орны өте биік, ерекше. Сол үшін осы келіп кітаптарын алып біздің қорымыздан оқысаңыздар болады. Бұл кісінің кітаптары біздің кітапхана қорымызда өте көп.